Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бет күтімі жайында, косметика жайында ақпарат бөлісетін боламын. Егер ұнап, пайдалы болып жатса, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, достарыңызға жіберіңіздер. Каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Ал кеттік. Қазіргі таңда бет күтімі өте маңызды. Егер сіз жұмысқа орналасатын болсаңыз да, достарыңыздың арасында әдемі болып жүргіңіз келсе де, оның барлығы бет күтіміне байланысты. Тек қана бет күтіміне емес, енді ішкі құрылысқа да байланысты. Дұрыс тамақтану деген сияқты. Ал қазір көп жастарымыз біреу білсе, біреу білмей жатады. 12-13 жастағы қыздар уже бет күтімін жасап үйрену керек. Менің кезімде ешкім маған айтқан жоқ. Сондықтан мен сіңілдеріме айтып жатырмын. Егер пайдалы болып жатса, лайк баса отырыңыздар. Бірінші бізге бет жуғанға қымбат емес зат, доктор Жар деген бір брендовый заттардың қажеті жоқ. Бетіңізді азанда кешке жақсылап жуып, осындай бір, мысалы менде Тони Моли деген пенкада, осындай көпіршік тәріздес. Егер сіз кез келген көпіршікпен бетіңізді жусаңыз, порлардың ішіндегі қара дақтарды алып шығады деп айтамыз ғой. И сол пенканы таңдайтын кезде сіз теріңіздің типына мән беріңіз. Сіздікі құрғақ бет па, аралас бет па, майлы бет па деген сияқты соған қарай алып отырасыз. Мысалы менде аралас бет, соған қарап мен осы бет жуатын көпіршігімді таңдадым. Осымен жақсылап жуып алған соң, тағы да айтарлықтай қымбат зат керек емес. И чистая линия білесіздер, өте қолжетімді бағада. Чистая линиямен, мындай ватный дискпен жақсылап сүртіп алсаңыздар болады. Бір ватный диск жетеді. Содан кейін, мысалы ретінде қазір Oriflame, Faberlic, Avon деген заттар көп. Мысалы мен өзім сырттан алуға қорқамын да, может олар китайский болуы мүмкін, может олар пайдалы емес болуы мүмкін да, бірақ мен қатты қымбат зат алмаймын. И Oriflame компаниясынан осындай күндізге, түнге и көз астына арналған кремдерді қолданамын. Бағанағыдай пенкамен жудым, бетімді лосьонмен сүрттім, түнге арналған кремді жақтым, көзіме жақтым көз астыма, и болды, шамалы күтіп жаттым сіңгеннен кейін. Және де әжім түспес үшін көздің астына, маңдай шекелеріңізге миндальный масло дегенді өте бір капля алып, ақырындап қолыңызбен осылай жасаңыздар болады. Бірақ қатты көп емес, бұл ісіріп жібереді, себебі и әжім түспесінің алдын алады. Егер мүмкіндік болып жатса, қолдарыңызбен немесе осындай массажер дейміз ғой, сондаймен жасасаңыздар да болады. Мен кейде қолмен, кейде осымен жасаймын. Және бетті ылғалдандыратын осындай маскалар алып қолдансаңыздар болады. Мүмкіндік болса күнде кешке, ал мүмкіндік болмаса аптасына 2 рет. Бір масканы 2 рет қолдануға болады. Бұл маскалар өте арзан, бетті ылғалдандыратын, қымбат маска емес, 250 теңге тұрады. Солай біз күнделікті бет күтімімізді күттіге, осылай кешке жасап шығасыз, сосын ұйқыдан тұрғаннан кейін қайттан қайталасыз. Бетіңізді жуасыз, пенкамен жуасыз, и лосьонмен сүртіп, SPF крем, мысалы жаздың күні SPF крем 50 дегенін қолданыңыз. Ал қыстың күні 10 қосылған осындай кремнің ішінде өзі болады. Жақсылап оқысаңыздар, SPF крем 10, SPF крем 50 деген сияқты. Сол кремді жағып аласыздар. Бұл SPF крем сыртқа шықпастан бұрын бір жарты сағат алдын жағасыздар. Жарты сағаттан кейін бұл өзінің жұмысын бастайды. Бұл SPF крем менде өте арзан, қатты қымбат емес. Қазір көбісі қымбат зат алып, оның эффекті күшті деп жатады. Енді бұл да эффектісі жақсы, бірақ қатты қымбат емес. Так, біз кремдерімізді айттық. Сіздер күніне осылай 2 рет қолдансаңыздар болады. Және Oriflame компаниясында осындай бетке жағатынды қолданамын. Бұл бетіңізді жақсартады, өңін келтіреді деп айтады, бетті ылғалдандырады деп. Мүмкіндік болып жатса, осында қолдансаңыздар болады. Егер мүмкіндік болмаса, мен бұны аламын деудің қажеті жоқ. 3 этаппен қолдансаңыздар да болады. Ал енді біз бетімізді күттік, мойнымызды, қолымызды ұмытып кеттік қой. Енді сіз мойынға крем алуым керек деудің қажеті жоқ. Бетті қолданған кремдеріңізді мойындарыңызбен осылай қолдансаңыздар болады. Массаж жасап, бетке. Менде осындай крем қолға.
қолға көп крем қолданбаймын. Қолым бір қызып, былжырап кетеді, сондықтан әр кезде қолданамын. Келесі бізде база. Енді бет боянатын кезде SPF кремімізді жақтық. Егер SPF крем жақпасақ, осындай база жағуымыз керек. База не үшін? Бетіңізді косметикалардан қорғайды және ұстап тұрады. Сондықтан осындай база қолданамын. Бұл өте арзан, қымбат емес, и Oriflame компаниясынан. Енді үйде оңай түрде әдемі қылып қалай боянуға болады деп сұрақ қойып, соған жауап беріп кетейін. Бана біз базамызды жақтық, SPF креміміз жақтық, немесе мынаны деген сияқты. Егер сіз мүлдем косметикаңыз жоқ, бірақ қалай аламын дейтін болсаңыздар, салонға барасыздар ғой, мысал ретінде. Сол кезде салондағы қыздардан сұрап алсаңыздар болады. Олар бана визажистан бөлек косметологияны да оқыған ғой, сондықтан білу керек. И сіздің теріңізді көріп отырады. Сізге мынандай кеңес сұрасаңыздар, айтады, сізге мынандай керек, андай керек деген сияқты. Ал енді базамызды жағып алдық әдемілеп. Мен өзім мысалы осындай MAC-тың палеткасы дейма, теңін қолданам қасқа. Болған біраз болды, 3 жыл, 4 жылдай болды. Ал мынаған щеткасы мынау. Мына щеткаға да 4 жыл болды ғой, әлі бар менде. Осылай қастарыңызды боясаңыздар болады. Және кірпік істетіп алу, кірпікті бояу. Мен кірпікті мүлдем боямаймын. Кірпікті әр кезде істететін, жұмыс істеп жүрген кезде, қазір істетпеймін. Менде 2 түрлі кірпік бар. Накладной деп жатамыз ғой, біреуі мынау, MAC деп тұрады, өте арзан, 100 теңгелік. Бірақ бұл маған ұнамады. Ал екіншісі мынау. Бұның бағасы 350 теңге ма тұрады. 3D кірпік деп айтады. Осылай той жиындарда тағамын, осылай жапсырам. Ал былайша қолданбаймын. Енді карандашқа келетін болсақ, ерінге. Көбісі ерінге просто қарасам, оқушыларды қарасам, просто карандаш жағады. Негізі ерінді де күту керек. Ерінде жабысып, жарылып кетеді ғой. Мысалы, менде мынау бальзам Faberlift'кі да, витаминный бальзам деп тұрады. Осындай жағамын. Және екіншісі бальзам Oriflame'дікі. Осындай шамалы қызғылт түстес береді. Бұлар тоже бальзамдарда. Бірінші жағып алып, сосын боясаңыздар болады. Ал енді мынау карандаш. Осындай карандаштармен бірінші ерніңіздің сыртын бояп алып, кейін ішін боясаңыздар болады. Мынаның атын қалай аталу керек екенін білмеймін, сондықтан айтпай қоймын. Бірақ осы помаданы мен үнемі қолданамын. Мен мамам да қолданады. Уже 4-5 жыл болды. Матовый да. И прям қатты матовый емес, қатып қалмайды. Енді подводкаға келетін болса, подводкінде қолымызға сызып көріп аламыз бана. Су тигенде жағылып кетпей ма? Себебі біздің қабағымыз шамалы ылғалды болып жүреді. Подводканы жаққан кезде ол бір-біріне бүйтіп аш көзді ашып жұмған кезде жабысып қабағымызға быт болуы мүмкін. Менде Oriflame'дікі осы жағылмайды, суды жақсы ұстайды деп еді, бірақ ондай болған жоқ. Енді менде пудра. Бұрын мен пудра қолданбайтынмын, қазір пудра қолданып көрейін деп жатырмын. Осындай оригиналы деді. Просто неше түрлі брендовый пудраның қымбатын алғанша, арзан пудраны алайын десем де қорғам, сондықтан осындай оригинал деп айтты. И салондағы қыздар да ұсынды. Егер сізге бетіңізге тура келіп жатса, қолдансаңыз болады деп. Және бұны менің сіңілім қолданады. Біраз жылдан бері қолданады. Мен бірінші рет қолданып көргелі тұрмын. Сосын негізі күнделікті бір жаққа шығатын болсам, бетіме банағы SPF-імді жағып, сосын осындай тональный әрі пудра сияқты аралас, қалай аталушы еді, ұмытып тұрмын. Осындай қолдансаңыздар да болады. Мынау кушон деп атайды. Ұмытып тұрмын. Осы кушонды қолдансаңыздар болады. Бұны да терлеріңізге, кожаңызға, мысалы, мойынмен бірдей қылып алыңыздар да. Бетіңіз аппақ, мойныңыз бананды қоңырлау түстес болса, болмайды. Осы да жақсы. Егер күндіз тойға бармайтын, мысалы, күндізгі макияж болатын болса, осын жақсаңыздар өте пайдалы. Ал түнгі макияж, прям бір порларыңызды жауып,
қатты бір бояғыларыңыз келсе, онда басқа тональный аласыздар. Менде бары осы, ештеңкені ұмытпадым деп ойлаймын сіздерге айтатын. Бет күтімі таңғы, кешкі өте оңай, және күндізгі бояудың әдістерін және өте оңай арзан бағада алатын жолдарын да айттым. Достар, егер менің видеом пайдалы болып жатса, достарыңызға, группаластарыңызға, класстарыңызға жіберіп отырыңыздар. Менің каналым дамуына үлес қосыңыздар және тіркеліп, қоңырауды басып кетіңіздер. Келесі видеоларымда бетке қалай массаж жасау керек, бетті қалай арықтату керек, көз астындағы әжімдерге қалай массаж жасау керек, мына жерде екі қас ортасындағы әжімді қалай кетіру керек, солардың бәрін айтатын боламын. Пайдалы ақпараттар алдағы уақытта менде көп болады, сондықтан каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Камшат Бөрібек.